Бақ адамға қалай қонады? Бақ деген алдымен адамның аяғына ілінеді. Оны көтер алмаған қиыс кетіп жүрісінен жанылады. Ал көтер алса, бақ өрлеп белге келеді. Белге жеткен бақты көтер алмаған не ұрпақсыз қалады, не өзінен тараған тұқымына кесір тиеді. Көтер алса, бақ өрлеп кеудеге келеді. Кеудеге келген бақты көтер алмағанның кеудесінен нам піседі. Өзгеден өзін артық санап мен болады. Мұндай адамнан бақ кетіп қалады. Егер кеудеге келген бақты көтер алса, ол өрлеп ауызға келеді. Ондайды айтқанын ел тыңдайды. Аузындағыны ұстағанның бағы енді көзге келеді. Оны көтер алмаса, көзін шел басып, бар мен жоқты, жақсы мен жаманды айыра алмайтын жағдайға жетеді. Көздегі бақты көтер алса, бақ өрлеп басқа орнайды. Бұл кетпес бақ. Басына бақ орнаған адам дана адам. Өйткені аяққа ілінген бақты жоғалтпай басына шығару тек ақылдының ісі. Расымен де біздің бағымыз да, сорымыз да өз әрекеттерімізден ау. Байлық беремін десе жақсы жаман деп бөлмейді екен. Көтер алсан бағын беселі, көтер алмасан керісінше. Семіздікті қойғана көтереді демекші, пенделікке бой алдырып жатамыз. Қарапайым болуымыз керек, бірақ соны ескере бермейміз. Ақыр соңында бағымызды ұшырып алып жатамыз. Барға қанағат, жоққа сабыр таныта білу керек. Барлығымыз бақытты болайық, және де сол бағымызды бағалай білейік.